қазақтың ұлттық тағамы, ұлттық бауырсақты дайындаймыз, иә? Мен сіздерді ең алдымен оның құрамымен таныстырып өтейін. Бізге бауырсақ жасау үшін ең алдымен ұн керек болады, иә? Ұн қосамыз. Ондан кейін біз қараңыздар, бізге қант керек болады. Тұз. Ашытқы бұл біздің нанымыздың көтеруіне көмек береді. Және де су, сүт. Екеуіне қосуға болады, немесе су, немесе сүтті де қосуға болады екен. Ендеше мен сіздерге қазір дайындалып, арнайы көтеріп тұрған қамырдан қазір біздер бауырсақ дайындаймыз, иә? Қазақтың ұлттық тағамы жент жасаймыз. Ол үшін бізге талқан, ерітілген май және қойытылған сүт керек. Ал бұл біздің жентімізді әрлендіру үшін тәттілер. Ендеше біз бастаймыз. Қазір мына ерітілген майымызды құямыз, балалар. Қазір мен бәрін араластырамын. Сіздерге дайындаған жентімізді ыдысына саламыз. Ендеше қасығымызды алайық. Қасықты алып, өзінің ыдысына саламыз. Үстінен басамыз, алып.